Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін етсіз, дәмді әрі пайдалы жасымық сорпасын дайындаймын. Жасымық жүрек қан тамырының дұрыс жұмыс істеуіне, өт жолдарының дұрыс жұмыс жасауына, қан аздыққа пайдасы өте көп. Ең алдымен кастрөлімізге 50 мл сұйық майды құйып, пиязды турап қуырамыз. Сақтап тұралған сәбізді де салып, оны да аздап қуырамыз. Үстіне 2 дана картопты турап салып, 1 шай қасық томат пастасын қосып, 1-2 минуттай бұқтырамыз. 1-2 минуттан кейін жасымықты 2-3 қайтара салқын суға жуып алып саламыз. Бұл пайдалы сорпаның жасалуы өте қарапайым. Араластырып, үстіне 2 литр ыстық су құямыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Езіліп піскенше орташа отта 20 минуттай қайнататын боламыз. Міне сорпамыз дайын болды. 1 шай қасық көлемінде жалбызды қосамыз. Және блендердің көмегімен әбден пюре болғанша езіп аламыз. Қазақша контентті қолдап, менің салған видео рецептеріне лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналымның дамуына үлес қосып, осы видеоны әпке-сіңлілеріңізге, құрбыларыңызға жіберіп қойыңыздар. Міне осылай әбден біркелкі болғанша езіп аламыз. Міне өте дәмді әрі денсаулыққа пайдалы жасымық сорпасы дайын болды. Сорпаның түсі өте әдемі болып шықты. Ыдысымызға құйып, бетіне жалбыздың 1 жапырағын салып ұсындым. 1 қасық көлемінде сливки немесе қаймақ қосып сусаңыз да болады. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.